Алданған ару. Жаңа әңгімем тәтті сөздерге алданып, кейін опық жеп өкінген қыздың басынан кешірген оқиғасы болмақ. Бұл оқиғаны жазсам ба, жазбасам ба деп ойланып жүрдім. Кейіпкерім менің қателігімді менен кейін жас қыздар қайталамаса екен деп жазуымды құптадым. Жасым 30-ға таяп қалды. Осыдан 3 жыл алдын өмірімде оңбай қателестім. Бұл оқиғам басқа қыздарға ой саларлық сабақ болар мүмкін. Өзім мектепті орташа бағамен бітіріп, оқуға түсе алмай, бір кафеге ыдыс жуушы болып жұмысқа тұрдым. Ақылы оқуға отбасылық жағдайымыз жоқ. Әкем 5 жасында көлік апатынан қаза болып, анам жалғыз өзі 3 баланы күн-түн демей жұмыс істеп өсірді. Мектепте мінезім өте тұйық болатын, қасымдарда қыздарға қызығып қарайтынмын. Себебі киімдері жап-жаңа, сөмкелері әдемі. Менде қай жетіскен киім болды дейсіз? Әркім киіп тастаған киімдерін әкеліп береді, соны жуып киеміз. Осылай балалық шағым жоқшылықта өтті. Жұмысқа жарап анама көмектесетініме қатты қуандым. Үйдің үлкені болғасын, інім мен сіңіліме үлгі болуым да керек. Қалайда осы екі бауырымды оқытамын деген мақсатым болды. 2 жыл сол кафеде ыдыс жуыппын. Еш жұмыста шаршадым демедім. Кафенің қыр-сырын толықтай үйреніп алдым. Бастық Әлия апай өте тамаша жан. Менің жағдайымды біледі. Қолынан келгенше көмегін аямады. Бір күні өзі көмектесіп, кішігірім асхана ашып беріп, енді осы жұмысты қолға алып, өз бизнесіңді баста дегенде, менің армандарым жайлап орындала бастады. Бар ынтаммен жұмысты жүргізіп, асхана кафе болды. Әне-міне дегенше 5 жылда кафені үлкен тойханаға айналдырып, табысы молайды. Сіңілім жоғары оқуын бітіріп, інім де студент атанды. Екі бауырымның өз орындарын таба бастағаны қуантарлық еді. Анам бұрынғыдай жұмыс істемейді, үйде тәттілер пісіріп, өзіне бизнес ашып алған. Қатарластарым балалы шағалы болып жатырғанда ойланбаппын. Өзіме уақыт бөлмеген екенмін. Сөз айтқан жігіттер болмады емес болды, бірақ анам мен бауырларымның жағдайын жасап алайын деп жүргенімде 26 жасқа келіп қалғанымды білмеген екенмін. Енді жан-жағыма қарай бастадым. Телефоным қымбат телефон болса да, әлеуметтік желілерге қызықпаппын. Бірде басқалар сияқты әлеуметтік желіге кіріп көрейінші дедім. Әлі есімде, сол күні топта бір жігіттің посттары қайта-қайта шыға бастады. Посттары өте мағыналы, тәрбиесі бар болғасын, пікір жазып, лүпіл басып кеттім. Бір күні кешке сол жігіттен достыққа өтініш келгенде өзімше риза болғанымдай. Достыққа қабылдап екеуміздің арамызда диалог пайда болады. Таңертең қайырлы таңмен басталып, түнде қайырлы түн мен қимай қоштасатынбыз. Бойымыздағы өзгерісті өзімнен басқаның барлығын байқап, сен ғашық болып қалғансың ба дейтінді шығарды. Я, мен ғашық болдым. Ол жазбаса, хабарласпаса, алаңдап оны қызғанатынды шығардым. Оның жаным деген сөзін естігенде тұла бойым шымырлап, денем бір ысып, бір суып, жүрегім толып кететін. Осылай жүргенімізде 4 ай болғанда телефон арқылы қызым болшы деп ұсыныс жасап, мені бақытқа бөледі. Енді ол менің адамым дегенде сендім. Күніге әдемі сөздерін қарша боратып, арасына өлеңде жазып жіберіп, мені өзіне жіпсіз байлап бастады. Қыстың соңғы күндерінде бұлай телефонмен сөйлесіп, онлайн сезімдерімізді айтып жүргенімізге болмас, кездесіп бір-бірімізді көзбе-көз көрейікші деген сөздерін есіме танып қала жаздадым-ау. Егер бұлай боларын білсем, кездеспес едім. Әттең, кездесетін күнді асыға күттім. Әйтеуір сол күн келді деп өз-өзіме сөйлеп қоям. Мені сырттай бақылап жүрген анам мен үшін алаңдай берді. Қызым, ертең опық жеп өкініп қалма, байға деп. Анамның ақылын тыңдағым келмей, менің бақытты болғанымды қаламайды. Тек менің табыс тапқаным керек деп ойымнан қайтпадым. Мен күткен күн
кездесетін уақыт жақындап қалды. Жаз айының жайма шуақ күні. Үстіме қызыл көйлегімді киіп барынша сәнденіп алғанмын. Кездесетін орында ауылдың қарапайым баласы тұрғанда көңілім жайланғандай болды. Екеуміз тамақ ішіп, көзбе-көз танысып, мені өзіне ғашық қылған жігітті ханзададай көрдім. Ол сөзге шешен сөзшең еді. Әр сөзімен мен үшін кереметтей көрініп, оның пәтеріме барайық дегеніне жоқ демей келісе кеттім. Пәтеріне апарғанда арымның таптауларын білмедім ғой. Ол мені сүйеді деген ойымнан ара алмадым. Пәктігімнен айырылып қалған маған енді сол жігіт не айтса да көне беретін болдым. Біраз күнге жоғалып кететінді шығарды. Тіпті ештеңе деместен қара тізімге салып тастайтын. Арадан 3-4 күннен кейін де тым болмағандай қайта қара тізімнен шығарып кездесуге шақыратын. Махаббаттан көрсоқыр болыппын. Ол жазса қуанып, оның қорлығын ұмытып кетем. Кездесуге шақырса, еш қарсылықсыз келіссем де өзім қиналып қалам. Кездесуіміз оның жалдаған пәтерінде өтетін. Бір түн қасында болатынмын. Айтқанын жасамасам қол көтеретін. Бұрынғы сыпайы жігітімнің орнын басқа адам ауыстырып тастағандай. Бар өтірігі карантин біткенде ашылды. Елімізде індет жүріп, карантин басталғанда менің де бизнесіме кері әсерін тигізе кетті. Тойханалар жабылып, шығын көбейіп, құлдырау басталды. Ал жігітім болса ауылына кетем деп кетпей қалды. 2-3 күннен звондап WhatsApp'тан жазып тұрады. Сондағысы пәтерінде тамағын да менің мойыма жүктеп берді де, өзі басқа қыздармен ойын сауық құрумен әуре болды. Қашанғы шыдаймын? Бір күні пәтер ақыны төлейтін уақыт болды. Ақшасын қашан жібересің дегенде айғай шығарып, мен саған міндетті емеспін, өзің тауып төле. Жатып ішер жалғаусың дегенде телефонды өшіріп тастадым. Ол қайта-қайта хабарласса да естімеген адамдай жүре бердім. Бар ойым, ол өзінің әрекеті дұрыс емес екенін біліп, менен кешірім сұрағысы келген болар деуім. Кешке WhatsApp'ыма хабарлама келді. Ол: "Міз бақпастан мен сенен бір тиын алмадым. Міне енді еселеп алам. Егер бермесең, сенің суреттеріңді барлық әлеуметтік желілерге таратып жіберемін" деген мәтінде екен. Оған сеніп кездесуге барып пәтерінде болғанымда мені суретке түсіре беріпті. Сыртымнан осындай иттік жасаған болды. Енді менен аулақ жүр дегенде көне қоймады. Бір айда 2 миллион әкеліп бересің деген шарт қойды. Мұндай ақша дәл сол кезде менде қайдан болсын? Суреттерім таралып кетсе, анам мен бауырларым ұяттан жерге кіріп кетердей болады ғой. Ары ойланып, бері ойланып, ақыры банкті жағалай бастадым. Кепілге тойхананы қойып, сұраған ақшасын алдым да пәтеріне апарып бердім. Осымен суреттерді өшіртіп құтылдым-ау дегенім қателік болды. Ол енді қайта хабарласып ақша сұрауын тоқтата қоймады. Суреттер өшірген, бірақ видеолар бар екен. Жоспары қандай десеңізші, видеолар үшін миллион сұрады. Банкте қарызым бар, миллионды бере қоймайды. Енді қайттым. Қалай видеоларымды өшіртем деп басым қатып жүргенінде сұрағаным алдымнан іздемей-ақ табылар деген сөз мен сияқты ақымақтарға айтылған шамасы. Басып қатып жүргенде бір танысым хабарласа кетті. "Не хабар, жұмысың қалай?" деп асты-үстіме түсіп бәйек болып, мен де ішімдегін ақтарып ақша керек екенін айттым. Қайдан ғана сол адамға ақша керек еді деп сұрадым екен. Танысыма керегі де осы сезім екен. Сол да мәселеме танысым бар, шешіп берем, ертең орталыққа кел дегенде мәселем шешім тапты деп қуанып кеттім. Ертесіне орталыққа барып, сол танысымды тағатсыздана күтіп тұрмын. Көп күттірмей өзі де келді. Келді де 2 жерден 600 мыңнан миллионды бөліп алып берем. Үстіндегі 100 мыңнан 200 мыңды көмектескен адамға беру керек. Ол кісі 3 жылда төлейтіндей график жасап береді. Ай сайын төлеп құтыласың деп мені сендіріп әлек.
Мен де сол ақшаға мұқтаж болғанымнан бас тартпай келісіп ақшаны ала қойдым. Өмірімде бұлай өкінем деп ойламаған едім. Жігітті шақырып ақшаны қолына санап бердім де видеоларды өшіртіп тастап емей өкіріп жылап қайттым. Үйге келіп телефон нөмірімді ауыстырып, әлеуметтік желіні өшіріп, енді жұмыс істеп, қарыздарымнан құтылуды ойладым. Жұмыс істеп жүріп, өзімен өзгерістерді байқай бастадым. Майдың иісі шықса, жүрегім көтеріліп, лоқсимын. Біресе бір тамаққа аңсарым ауып, соны жегім келіп. Солай жүргенде кенеттен анам: «Қызым, осы сен бірдеңе бүлдіргеннен саусың ба? Сені бақылап жүрмін. Сенің аяғың ауыр сияқты. Оң босағада отырып, некесіз бала туып алам деп ойласаң, онда есік ашық, қазірден көзіңді жоғалт». Анамның мына сөздерінен кейін өзімді қоярға жер таппай кеттім. Уақыт өткізбей тест алып тексертем, шынында да анам байқағандай аяғым ауыр екен. Енді қайттым, жігітіме айта алмаймын. Ол о баста мені сүймеген. Менің ақшама қызығып, мені қарызға батырып кетті. Мінезім сол сәттен бастап тұйықталып, мүлдем басқа адамға айналдым. Ана деген баласы үшін отқа да суға да түсуге дайын жан ғой. Менің қиналғанымды көрген анашым баланың әкесін сұрастырып, екеумізді қосқысы келді. Қалай айтамын деп, ол мені пайдаланып кетті деп. Өтірік айтуыма тура келді, ол қайтыс болып кетті дедім. Анам біраз қиналып, баланың кінәсі жоқ, дүниеге келсін, өзім қараймын деп қолдау көрсетті. Аз да болса өзіме келіп жұмысыма қайта араластым. Ай сайын төлейтін ақшаны тауып, төлем жасап, енді келесі айға дейін ақшаны тауып қоям дегенімізше болмады. Тыныштығымызды анамның телефонына келген қоңырау бұзды. Анам телефонның ар жағында сөйлеп тұрған қызды мұқият тыңдап отырды да түрі сұстанып кетті. Маған сұраулы көзбен қарап, неге дегенде не дерімді білмей отырған орнымнан тұра алмадым. Анама хабарласқан қыз жылдам ақша беру агенттігінен екен. Маған ақша алдырғанша ай сайын төлеп отырасың деп алдырған болып шықты. Бөлімшелеріне бардым да миллион теңгенің үстемесі деп қомақты да болып шықты. 2 миллион қарызым, ол қалды төлемей. Тойхана кепілде тұрғасын, оны сата алмадым. Болмағасын кепілде тұрған тойханамды несием төленбеген соң сот арқылы менен тартып алды. Бар былығым әшкере болды. Жас болса мейлі, алданып қалдым дейтін. Жасым 30-ға таяғанда мынадай сұмдықты басымнан кешірем дедім бе. Анам бауырым үйленсе керек деп жинап жүрген ақшасын беріп, әупіремдеп жүріп, жылдам ақшаның қарызын құтылып, бір уф дедім ай. Туған туыстарға қарауға бет жоқ. Күйзелісте жүргенімде құрсағыма біткен балам түсіп қалды. Әкесінен оңбай алдансам да баламнан айырылып қалғаным қатты қиналдым. Біраз уақыт ем алып ауруханада жаттым. Еркек атаулыға сенбейтін де болдым. Өзіме келіп жұмыс іздей бастадым. Оқымағаным, дипломым жоқ. Тек жалдамалы жұмыстар істеп жүрдім. Қазір жағдайым біршама жақсарып қалды. Мен анау күнәлі, мынау күнәлі демеймін. Барлығына кінәлі жалғыз өзім. Ғашықтықтан көзім жаманды жақсы деп көріппін. Сезімге беріліп, өзімнің ар намысымды, анамның абыройын ойламай, өмірім өкінішпен өтуде.